Қайырлы күн баршаңызға. Қолдағы бар заттан қарапайым, ең оңай булочкаларды дайындап көрсетемін. Барлығын мөлшерін астында қалдыратын боламын. Дәл видеодағыдай заттарды рет-ретімен салып шығамыз. Ең алдымен сұйық заттарымызды салып аламыз. Артынан жұмыртқамызды жарып саламыз. Және де шым-шым тұз. Bir ас қасық ашытқы қосамыз. Және де ас содасын жарты ас қасық алып, оған бір ас қасық уксус қосамыз. Уксусымыз 9% болуы қажет. Және де қопсытқыш қосамын. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осындай сұйық масса шықты. Енді ұнымызды аз-аздан салып араластырып отырамыз. Қасықпен жақсылап араластырып болғаннан соң қолымызбен илеп жұмсақ қамыр жасаймыз. Осындай қамыр шықты. Енді бөлме температурасындағы сары майды салып, тағы да илеп шығамыз. Осындай жұмсақ қамыр шығады. Енді бетін жауып, жылы жерге қамыр ашығанша салып қоямыз. Мінекей, мен қамырым ашыды, осылай әдемі болып көтерілді. Қазір табаға барлығын дөңгелектеп салып шығамын. Егер сіздер өздеріңіз қалаған формада түйіп шықсаңыздар болады. Мен осылай барлығын дөңгелектеп, арасын алшақ орналастырып қойып шықтым. Және де бетін 1 сағатқа жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз жақсылап көтерілуі қажет. Міне қамырымыз сондай әдемі жұмсақ болып көтерілген. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Сондай әдемі болып тұр. Мына қамырға өзім ғашық болып тұрмын. Осы кезде пешімізді 200 градуста қыздырып қоямыз. Енді бетіне күнжіт сеуіп шығамын. Қызып тұрған пешке салып аламыз. Пештен қазір ғана шығардым. Толықтай суытып аламыз. Қазір алып көрсетемін. Суыды. Сондай жұмсақ әрі күшті көтерілген. Қараңыздаршы, қамырдың өзі үлбіреп тұр. Және сондай жеп-жеңіл, жұмсақ. Қазір ішін кесіп көрсетемін. Міне қараңыздар. Ешқандай тығыздалып қалған емес. Және де крем жағып көрсетемін. Осы кремді ішіне жағып пісірсеңіздер де болады. Бұл кәдімгі заварной крем. Дәмі деген тіл үйіреді. Креммен күшті үйлесіп, жұмсақ болып, міндетті түрде жасап көріңіздерші. Барлығыңызға ұнайтын сөзсіз. Қараңыздар, қамырдың өзі үлбіреп тұр ғой. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.